Тамақ ішіліп, шай ішіліп болған соң, қай-қайдағы тықсыр әңгіме айтып, дуылдап отырған жұрт бірден көтеріліп тарай бастады. Елдің ең соңында қалған Кеделбай ақсақал шығып бара жатып: "Ал шырағым Беделбай, әркімге әңгіме үйір. Құдайдың басқа салған осы шығар. Еделбай бейшара соғыста жазым болмағанда бәрі басқаша болар еді ғой. Қалғанымыз аман болайық" деді. Үн-түнсіз тұрған Беделбай жұрт аяғы басылған соң сыртқа шығып, дарбазаның есігін жауып, ілгегін салды. Ішке кіргенде ас үйде ыдыс-аяқ жуып жүрген Баршагүлден басқа ешкім қалмапты. Сәлден соң ол қайтадан шай демдеп әкелді. "Қайнаға", деді, даусы бұзылып, "айыпқа бұйырмаңыз, ініңіздің қазалы болғаны туралы военкоматтан хат алған соң төркініме қайтып кетейін дегенмін. Бірақ үй жақта да мені күтіп тұрған ешкім жоқ. Алда-жалда сіз мені некелеп алсын деп те ойлаған емеспін. Үлкен қайнаға осылай шешкен екен. Мен не дейін, Құдайдың басқа салғанына көнемде" деп қыстығып жылап жіберді. "Қой шырағым, жылама, даусыңды, денсаулығыңды ойла. Ешкімге ренжіме. Еделбайдың ошағын өшірмей, түтінін түтетіп отыра бер. Қолымнан келгенше жәрдем беремін", деді Беделбай. Біраз үнсіздіктен соң қабырғаға жақындап төсек салынды. Келіншек шамның жарығын басып сыртқа шығып кетті. Содан әзер дегенде қайта кіріп, шешініп, төсекке жатқан еркектің жанына келіп сызылып тұрып қалды. Осыны күткендей Беделбай басына көтеріп, жаңа ғана өзімен некесі қиылған келінін құшағына алды. Болар іс болды. Бұл бейшараны жылатып сықтатпай, тезірек бетін ашып алу керек. Бұрын келінім еді, енді некелеп алған қатыным. Құдай алдында да, жұрт алдында да арым таза деп ойлап үлгерді. Діріл қаққан әйелді Айшайға қаратпай шешіндірді де әрекетке көшті. Әп-сәтте-ақ ентігіп қалыпты. Аздап демін алды. Байқаса келіншектің де кеудесі бір көтеріліп, бір басылып жылап жатыр екен. "Жылама дедім ғой мен саған. Егер разылығың болмаса, таңертең ауылыңа апарып тастайын." Беделбайдың даусы қатқылдау естілді. "Жоқ", деп іле жауап берді әйел. "Мен ризамын сізге, сізді құрметтеймін. Сіздің басыбайлы әйеліңіз боламын. Тек сіз менен қол үзіп кетпейсіз бе? Қанша дегенмен бала шағаңыз Камиля абысын бар. Оны көреміз әлі." Беделбай екішті жауап қатты. Айтса айтқандай, келін некелеп алу туралы әңгіме көтерілгеннен бастап, үйдегі Камиля өнер шығарған. Жоқ жерден жанжал шығарып, қиғылық салған. Төркініме кетем деп секірген. Ақыры Кеделбай аға 4-5 қарияны ертіп келіп, оны жөнге шақырған соң келісім берген. Тағы да кім білсін, Беделбайдың одан әрі бірдеңені ойлауға шамасы жетпеді. Кеудесі тікірейген, денесі жұмыр, құлын мүшесінің бәр орында жас келіншек оны өзіне тарта түсті. Аттың басын қоя берді. Жастықтың соңы кәріліктің басы дегендей, бұл жолы ұзаққа шапты. Өзі байқамайды екен, әжептеуір қуаты бар екен. Түн жарым ауғанда олар су жылытып жуынып шайынып алды да төсекке қайта жатты. Беделбайдың сілесі қатып қалған екен. Ертеңіне ұзын сәкіде бірақ оянды. Баршагүл үйдің ішін қайта жинастырып, есік алдына су сеуіп сыпырып, айнадай етіп қойыпты. Ақ самауырын бу бұрқырап қайнап тұр. Екеуі отырып шай ішті. Әркім өз ойымен отырды. Айтайын десе де әңгіме қалмағандай. Бәрі түсінікті еді. Беделбайдың енді үйі 2 қатыны бар. Қаласа анда, қаласа мұнда келеді. Соған лайықты тәшіп-піші да еселенеді. 2 отбасының ішіп жемін, керек жарағын туралап тұру керек. Әсіресе 2 әйелдің, 2 жақтағы балалардың жағдайын жасау керек. Я, Құдай берсе бұл жақта да балалар болады. Беделбайдың ойы біраз жерге дейін барды. "Сіз ұйықтап жатқан соң жұмысқа да шықпай қалдым. Мен кетіп қалсам, шайды кім құйып береді деп ойладым." Баршагүл өзін кінәлідей санап, жайлап тіл қатты. "3 күнге дейін жұмысқа шықпайсың, заң соңдай", деді Беделбай. Баршагүл үнсіз қалды. Азанғы шайды ішіп болған соң, Беделбай сыртқа шығып, үйдің айналасын ретке келтірді. Қыстан қалған көп жылдан бері жиналып қалған қоқысты отқа жағып, күлін егін жаққа қарай шығашты. Түскі тамақтан соң қора қопсыны жөндеп, отын жарып, су суарып, едәуір еңбектенді. Қанша дегенмен еркектің аты еркек, көп нәрсені істеді. Мына қызықты қара, Беделбайдың өмірінде бірінші рет болса да керек кештің батуын асыға күткені. Түндегі көрген қызықты тағы да көргісі келді.
бәрін көз алдынан өткізді. Әкесі Өтелбай 4 қатын алған адам еді. Алғашқы екеуі аурудан қайтыс болып кетіпті. Олардан бір бала, бір қыз қалған. Ағасы Келелбай онымен іргелес тұрады. Ұлды қызды егіз перзенті бар. Кенжесін басқаның қолына берген. Үлкен әпкесі Күнзия тау жаққа күйеуге тиген. Оның балалары ардақты ана. Үшінші әйелін әкесі неге екені белгісіз төркініне апарып тастапты. Одан бір қыз туған екен, сол жақта жүріп үйлі баранды болды. Алғашқы баласын үйлендірер кезде ауылға келіп, мұндағы бауырларымен табысып, тойына шақырған. Содан бер барыс келіс үзілген емес. Өз шешесінен Беделбайдың артынан Еделбай мен Жеделбай ерген еді. Еделбай соғыстан оралмады. Жеделбай Құдайдың бір боз қойы. Құдай қолдап алған әйел пысық болып шықты. Әйтпесе бала шағасы бес теріп кететін екен. Бір жыл соғысып, жарақат алып Беделбай елге оралды да, Еделбайдың ақыры мынау болды. Ол сүрбойдақ болып жүріп, соғыс басталардың алдында 2 ай бұрын ғана үйленген еді. Мұндай боларын кім білген, әйтпесе уақытлы үйлендірер ме еді. Соғыс бітіп, әскерге кетіп аман қалғандар елге оралған соң, хабарсыз кеткендердің ағайын туғандары оларға іздеу салуға кіріскен. Бұлар да сөйтті. Жасы ұлғайып, егде тартқан Кеделбай аға әскери комиссараттың есігін тоздырып жүріп, інісінің соғыста қайтыс болғаны туралы министрдің қолы қойылып, мөр басылған қағазын алды. Ағайын туған бауырын жоқтап, біраз жылап сықтады. Қошқар сойып Құдайы берді. Сөйтіп жүргенде ауылда пайда болған бір қарасақал Еделбайдың жесірі Баршагүлді айналшықтап жүріп алды. Соны байқаған Беделбай әгілгіні қызыл ала қан қылып ұрыпта жіберген. Бірақ әлгі де өлімтік екен, кетер болмады. Содан Кеделбай Беделбайды шақырып алып, Баршагүлді некелеп алуды талап етті. Сырта қараңғы болу қоюланды. Ақыры кешкі астың дастарханы жиналып, кешегідей төсек салынды. Баршагүл неге екені белгісіз сыртқа шығып кетіп, жақын арада ішке кіре қоймады. Оны тағатсыз күтіп жатқан Беделбай шыдамай орнынан тұрып, есік алдында бүрісіп отырған жесірінен оны үйге жетектеп алып келді. Әйелі қарсыласқан жоқ. Тіпті төсекке жатқан соң да Беделбайды құшақтай алды. Күні бойы терсінген іш киіміне тымсығын тығып біраз жатты. Одан әрі өз көйлегін өз жоғары сыпырып тастады. Байға тиіп еркектің күшін сезініп үлгермеген байғұс келіншек осы бір 4-5 жылдың ішінде жабайланып ақ қалған екен. Кешегі күннен соң әйелді құштарлығы оянып, енді міне не істеп не қойғанына есеп берер емес. Түні бойы ойда жоқта қол жеткен еркектің салмағын сезініп, есесі кеткен жылдарының қызығын қайтарып алмаққа жанталасады. Ұят аят дегенді ысырып тастап, шыбын жаны шырқырап ыңғылға басады. Қанша уақыт екені белгісіз, есінен адасқандай болған келіншек өз-өзіне келді. Істеген қылығына өлердей өкінді. Бірақ бұл сонша не істеп қойды. Жан тәнімен беріле ойнап күлгені өзінің некелі ері емес пе? Құдай да мұны мүсіркеген шығар. Артық кетсе кешірер. Ерлі зайыпты екеуі құшақтарын айырып бір мезет жатып демдерін алды. Қайнаға, деді бір уақытта Баршагүл, сіз маған ұрысып жатқан жоқсыз ба? Ұятсыз екен демейсіз бе? Я, ұрысып жатырмын. Сенің мені қайнаға дегенің не? Жоқ, әлде біздің ерлі зайыпты екеніміз бекер ме? Ал егер бекер болмаса, бұдан былай мені өз атыммен ата. Ал атай алмасаң, отағасы немесе қожайын дегенің дұрыс шығар. Мұны естіген Баршагүлдің жүрегі орнына түсті. Осыдан бір апта өткен соң Беделбай өз үйіне келді. Балалары қуанып, жүгіріп келіп амандасты. Әсіресе кішкене сары қызы мойнынан құшақтап қатты сүйді де қалды. Беделбайдың жүрегі елжіреді. Тек Камила ғана сазарып бозарып келдің кеттің демеді. Таза киім бер, моншаға барып келейін дегені мұң екен. Айқайды салып үйді басына көтерді. Айтпаған сөзі қалмады. Осыдан да қоймай, ескі шкафтан, кіреберістегі ілгіштен мұның бар киімін үйдің ортасына үйді де, келген жағыңнан қайтпай кет деп бірақ кесті.
Беделбайдың ашуы тас төбесіне шықты. Қонышынан қамшысын суырып алып, қатынның арқасын қан жоса қылды. Кетсем кетемін, бірақ сен мені қудым деп ойламай-ақ қой. Қалғым келсе қалар едім, бірақ сендей бетбақтың маған керегі жоқ деп Беделбай айтарын айтты да, киімдерін жинап, қанар қапқа салып, үйден шыға жөнелді. Шамамен 2 ай уақыт өтті. Сырт қарағанда ауылда мүлгіген тыныштық оянды. Бірақ шындығында келгенде гулеген өсек аяң жүріп жатты. Бұлайғы жұрт 2 үйдегі тірі жанның басқан ізін аңдып, артық басты әңгімені оттай гүлдетеді. Ақыры оларда шаршаған болар, сумаңдаған сөз басылуға айналды. Беделбай мен Баршагүлді құдды бір төлеген мен қыз жібектей тұрып жатты десті. Қосылғандарына 1-2 ай өтер-өтпестен Баршагүлдің құрсақ көтергені белгілі болды. Баланың иісіне зар болған келіншек жүрегі жарыла қуанды. Сондай күннің бірінде кешке таман әдетіне басып, қақырынып түкірініп, Келелбай ақсақал үйге кіріп келді. Табалдырықтың жанына кебісін шешіп тастап, түйе жүн шекпенін ілгішке іліп төргөзді. Баршагүл күліп сәлемін салып, жүгіріп жүріп самауыр қайнатып, шай-пәй әкелді. Ағайынды екеуінің алдына сармай шылап бірлеген нан салма қойды. Тамаққа тойып алып Келелбай ақсақал әңгімесін бастады. Әй, Беделбай, сен не білемісің? Әлгі Кәлима келін келіп, біздің кемпірге мұңын шағыпты. Сені 2-ші қатын алғалы үйге аяқ басуды қойды депті. Үйде басқаны қойғанда кәдімгі көжеге қатар қатықта жоқ депті. Жаны шықсын. Сон айтқан албасының. Мен кеткенде үйде 1 тараға тоңмай, 2 қап ұн, 1 қап жарма болатын. Өзіңіз білесіз, колхоздан қаптап картошка, пияз, капустаға дейін алып қойғанбыз. Аштан өлетін жағдай жоқ. Содан кейін ғой битіне семіріп, мен үйден қуып шыққаны. Беделбай біраз үнсіз қалып, сөзін қайта жалғады. Әмеңгерлік қылып, мына келінді алам деген ойымда жоқ еді. Бәрін өзіңіз шығардыңыз. Маған не дейсіз енді? Сен не деп отырсың ей өзің? Сонда ініңнің жесірін көлденен көк аттыға беріп жібере бермекпін бе? О, жетесіз. Осыны білсе, марқұм әкеміз көрінде жатып өкірмей ме? Оның үстіне ағайын жекжат не дейді? Намысың қайда? Сіз айтып отырған ағайын жекжаттың бүгінде өсектен аузы босамайды. Жә. Оны қоя бер. Ағайын бар болсаң көре алмайды, жоқ болса бере алмайды. Әйтеуір аман болсын. Сен сөзді доғарып, үлкен келіннен, сондағы балалардан қол үзбе. Еркек емессің бе? Ұрғашының бір шәңкілдегеніне бола көтіңді қағып кете беремісің? Ақымақ болма. Одан да оларға еркектігіңді мықтап бір көрсетсең, аузын жабады. Осын айтып, көнегөз қария орнынан тұрды. Беделбай 2-3 күннен кейін атының басын тағы да өзінің үйіне бұрды. Ол ақыры осылы болайын да білген. Бірақ қай күні екенін шешпеген еді. Қыздай алған қатынын, 3 бала 1 қызын, өз қолымен тұрғызған отанын қайда тастап кетсін. Соңғы күндері өзі де олқылы толқылы болып жүрген. Енді міне көкесінің сөзі қамшы болып, жорға атын сипап, қамшылап келе жатыр. Жолай дүкенге бұрылып, қоржынның 2 басын қант пен шайға, кәмпит пен пішнеге толтырды. Күн ұясына батар сәтте ат тұяғын дүрсілдетіп үйіне тақалғанда баяғы әдетімен Кәмилі алдынан шығып шылбырына жармасты. Бұл оның сонау қыз кезінен қалыптасқан әдет еді. Шылбырды апарып дертеге байлады. Содан кейін-ақ Беделбай жағдайдың дұрыс болатынын бірден түсінді. Аспай саспай әңгіме болған жоқ. Беделбайдың да іші жылып, үй жағдайының, бала шағасының жағдайын жасап, 10-15 күн өткен соң Баршагүлдің үйіне қарай өтті. Мына қырсықты қара. Баршагүлмен тұрған 2 айдың ішінде ол әбден мұны бауыр басып қалған екен. Сыңсып жылап қарсы алды. Кеш батып төсекке жатқан соң одан бетер болды. Мен сізді енді ешкімге ешқайда жібермеймін. Ал егер кетер болсаңыз асыл өлем деп қиғылық салды. Тура есінен адасқан сияқты. Айтсаң түсінбейді. Мауқы басылсын деп біраз аймалап, кеудесіне басып, естен тандырар да етті. Маңдайы тершіп, денесі езіліп, анау айтқандай алқынып қалды. Ой жаным-ай, рахатын-ай деп әлек-шәлегі шықты. Ақыры олар әдеттегідей жылы суға жуынып алып, терең ұйқыға шомды.
2 аптадан соң Беделбай үлкен үйге қайта жиналды. Дәл осы арада тағы да айқай шу шықты. Екі көзі бұлаудай боп жылап, мен сізді ешқайда жібермеймін деп өзі үрей түсті Баршагүл. Сіз кетсеңіз түн баласына ұйықтай алмайтын, тек күндіз ғана көз шырымын аламын. Осылай деген оның қос жанарынан жасы тиылмады. Оған не дерсің енді? Амалының жоғынан үлкен үйге анда-санда, онда да бір түнге ғана баруға мәжбүр болды. Басқа уақытта тек күндіз ғана барып, үйдің тірлігін тындырып келіп жүрді. Бұған Камиляның жаңыны қалай шықпасын. Құрсағындағы баласын туып алғанша шыдай тұрайық деп оны әзер көндірді. Уақыт сағаты жетіп Баршагүл ұл босанды. Атын Кеделбай ақсақал қойдырды. Азан шақырып нәрестенің атын Жырынтай қойды. Неге олай қойдыңыз деп сұраған адам болған жоқ. Ары шауып, бер шауып, екі үйдің арасын жолылған Беделбай әсіресе екі қатынның ебін табам деп өлердей болды. Кей күндері екі қолын төбесіне қойып, басының ауған жағына кетіп қалғысы келді. Ақыры ойлап бір шешім шығарды. Үлкен үйдің арқа тұсында 6 бөлмелі үй салынып, Баршагүлді де көшіріп алды. Ұзын сапты дырау қамшы өріп алып, қатындарын жон арқасынан осып алатынды шығарды. Біреуі бір сөз айта бастаса, немесе бір нәрсені бүлдіріп қойса, екеуін бірдей жазалайды. Не керек? Жаны кірді де қалды Беделбайдың. Енді екеуінің де мұны өбектеп тұрғаны. Жырынтайдан соң жыл аралатып, ұлды қызды 3 перзент тауып алды Баршагүл. Бұл күндері салиқалы, сары қарын қатын болды.